біраз болып бағаналы бері сөйлеп келе жатсам микрофон қоспаған екен бұл. Айтпақшы, барлықтарыңа сәлем. Менің аты-жөнім Бақберген Сұлтан. Және менің мұғалімдік оқиғаларым жалғасуда. Қазір сағат почти 9, жұма күні. Мұғалімдік күндерімнің ең қиын күні десе де болады. Аптадағы себебі қатарынан 6 сабақ. Ал видео осындай қараңғы күннен басталып жатыр. Қараңғы күн дегендер просто айналаны айтамын, жаман күн емес. Қиын бірақ па сәл. Ал видео одан да қызықты болады. Сондықтан ары қарай жалғастырып көре беріңдер. Не деген ауа райы, наңғарандар. Бүгін 30-ы Қайрат vs Реал Мадрид болатын күн. Негізі былай футболды көретін емеспін. Футболды особо түсіне беретін мектеп кездерде, Барселона против Реал Мадрид, Месси против Роналду деген кезді көретін заманның адамын. Осы енді матч біздің ел үшін тарихи жыр. Қазақстандық футбол командасының Лига чемпиондыққа шыққаны. Сондықтан енді оны көреміз Құдай қаласа. Десеге. Қазір Нұрғазының үйінде жиналып жатырмыз бәріміз. Матч көреміз Құдай қаласа бәріміз жиналып. И балет етеміз. Шуда зор дайындап қойған балдар. Тайдай зор. Ассалаумағалейкум. Қайсың? Жақсы өздеріңіз қайсың? Ассалаумағалейкум. Басталды ма? Сен бір стадион қой. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қайдар. Кім басталмады ғой? Ассалаумағалейкум. Скоро начнется. Уағалейкум ассалам, қалайсыңдар жігіттер? Не деген көріп жатсыңдар? Кинопоиск па, точно? Қатса? Точно дұрыс не бастадыңдар ма? Екі музыка тауып алғансың ғой. Копик. Дұрыс кинопоисктен көрмек, содан нормально көрініп өткенде. Қамақсың. Көріндің содан. Ожидание зор. Ұтуға деген. Негіз біріншіден Қазақстан үшін осындай команданың шыққанның өзі уже тарих. Уже по сути жеңісті де болған шығар. Бірақ по-любому енді іштен по-любому күтесің. Бізде ғайып мынандай телевизор. Бағаны дайын. Яқта біздің палуандар отыр. Нұрдәулет. Телевизормен қоса. Нұрат палуан. Ау? Кинопоисктің істемей қалды. Қой, не деген нагрузка. Дайын тұрған кинопоисктің өзі қиналып жатыр. Еще каспортқа кірмейді оны. Каспортқа да кірмей қалды. Көріп отыр ғой. Басталып кетті ғой. Қумашы? Бір шай бітті ғой десе. Ей, тоқташы, какой бы кино. О, смотри, осылай. Бәрің Wi-Fi қосылған емес пе? Шындар бақсалар. Ей, кетші. Мені бәсе. Ютубта жоқ. Ютуб қана өрет шығады. Кинопоисктің өзі істеп тұр да, именно Қайрат Реал Мадрид істемей жатыр. Может просто не басталған кезде басталады шығар, матч басталғанда. Басталып қойды ол матч. Орындар. Біраз орындар бос қойшы менде. Әлі кірмеген. Кірмегендер шығар. Қырғын очып болып отқан. Қаспортқа кіріп көріңдерші. Қазақстанда мына Блин, нормально көреміз ба десек, сразу бастап деп отырып, бір рет футбол көреміз дегеніңізде. Не іздеп алсыңдар? рифленый. Қане? Антенна қосамаймыз ба? Бұлай көріп жатыр. Сенеміз, Қайратқа. Сенеміз, Ана Реал Мадридтің фаналдары. Біреу матчты көріп отырыңдар. Короче, антенна көруге кеттім мен үйден. Блин, матчтан неғып жүрсіңдер, маңызды матч болып жатыр ғой. Спасаем положение. Антенна. Ох, моя маха, қазір көреміз. О! Яқын? Ема. Оғылым бейгірек не жасай, әке телефонында. Негіз осы үйдің нелері жеттер бір үйге әліп жеміздер ма? Ма ұзы ма? Қайдардың ма? Кім? Алсын қай жақта өзі? Өткен спортингпен ойнаған кезі жаман шаршап өлгенше жүргізді ғой. Не алдым? Мен футболды вообще білім жасам. Кім, не, Мбаппені білем, болды сауын. Использовать те ошибки, которые Кайрат допустил в обороне. Маңызды матч болып отырмын да, Ахмет, не істеп жатсың? Қызыңмен сөйлесіп жатсың ба? Іштеп атсын жанды қойып па? Футбол көріп отырмын өзін де қойып па? Тамақшын дайт, жанды қойып. Точно мына ойын ба, тренировка емес па деп отқан жоқ бар. Стадионды көріпсі. Тиктокта видео шықты ғой, туристтар ше біздің туалетке соқты. Қайраттың
туалетке кирип кеткен. Қой, Почта, короче. Кір, малы шығылықты. Ма, позорный. Мбаппені салды. Өтіп жатыр дей алмаймыз. Мен Қазақстанға емен деген шығар. Төзі. Ма. Нелді. Всегда может Латым Себалиос. развязать Вилеру либо Сибалиосу. Если нужно вернуться назад, Сен айтып отыр ғой. тройка центральных защитников действует. Қайсын гол деп Арда отқой? Гүлердің голын білеміз. Винисиус. Гол емес деп отырсыңдар. Мбаппеден сейв жасады. Сонымен қайрат қақпашылары пенальти қайтарады. Кезінде Александр Мокин да Килиан Мбаппеден пенальти қайтарады. Ойында. Сонымен Шерхан. Есеп 1-0. Реал Мадрид кездесудің 25. Блин, сап қойды. Жол бір нәрсе бар ма, бірінші тайм бітті, екінші тайм бастайын Өз команданы және Шерхан қалмырса. Ана жер бос қой, кімге тонайды, тонамайды. Атака кет, ей! Басымды көрдім бәрі. Прокинул мяч через вратаря. Ана жетеді ғой негізі защитник. Екінші гол кірді. Ана Крамика деген бәрін алып көріп. Тұғы бәршім, Реал Мадридке қарсы пенальти қоюға болмай ма? Настроение спокойно төртінші гол салды. Ойнап күліп. Соңғы қосылған Шмидтің соңғы секундтарында 5-ші гол салады. Оңай сала салды ғашын. Матч аяқталды. Мына жақта мен Дольда 5 ема. Енді Қазақстан жайында жақсы нәрселер айтып кетсе, ең басты нәрселердің бірі сол ғой Қазақстан үшін. Именно стадион футбол емес, туризм жайында да. Нормально, в принципе. Жұмсақ әтке атым. Бүгін четверг. Бірінші айлығымды алдым. Но қуанатында емес. Өте аз. Егер реально прям өте аз болса, бір жыл емес та жолдан аз істейтін шығармын. Осы бір семестрді бітіріп, и одан кейін Сибалиос болатын ғой. Бүгін судан жалғасады. Пикникке шығайын деп жатырмық. Прозвон тобы шықпаған, күзде тем более вообще шықпаған. Оған қоса жаңа адамдар, жаңа таныстық. Ораласқа ішінде ештеңе жоқ. Өзім ұнады киетін ветровкам. И одан кейін сыртынан еще куртка. Дауысым қалай естілетінін білмеймін. Надеюсь, нормально. Цумда жиналамыз дедік, кеп қалдым қазір. Біраз адам танымайды, біраз адамды емес, конкретно екі-ақ адам таныйтын шығармын. Вильдосты және асқарды. Но өте қызық, жаңа таныстықтар болады. Сол үшін, в принципе, баратым. Еще күзгі гидтарды көру үшін әрине адамдар жиналды. Мен маршалға отырайын жатырмын. Перекус алып отырсың. Әке? Немен емес, етпен бар ма? Кусқауай біреу бе? Біреу. Мынандай етпен капля самса алдым. Сайрам самсасы дәмін көрейік қазір. Саман центр бар ғой сайрамның. Содан сәл мына жаққа қарай. Көрейік қандай екен дәмін. Бісміллә. Жақсы зат. Дема. Әнші чекпоинтқа жеттік. Міне арқа. Таксида интернет жоқ. И запаспен суадық. Мына жердің виді енді әдемі. Мына камерадан көрінбейді. Сары, қызыл еще, прям қызыл. Жайғасып жатырық. Жайғастық десе де болады. Мынандай бетпен болғаныз өткен жолы жолдың соңына шейін барған едік парковкаға дейін. Бүгін сәл жолдан жетке қарай шығып мынандай жерге орналастық. Бөлек өзіміз жер, ана жерде тапчан бар, жайғасатын орындар бар, әдемі вид бар. Тіпті футбол ойнайтын жер бар. Талдармен жабық тұр бәрі. Туалет бар еще жақын жерде. Соған кеттім.
Мына жігіт қараш. Қандай кинодан шығып кеттің сен? Бригада. Бригада. Ты меня снимаешь? Не. Ойламаған кездесу. Планы қалай, кстати, Бали? Айтпай қалып тұрмын, машинадан көргенім. Шетелде бір досым көріп қалдың, сен сондай бар ма? Құшақтасамыз. Түріктермен сөйтіп амандасып жүрмін ғой. Түріксің ба сен деп жата ғой. Аспан әп-әдемі болып тұр ше. Мен болсам қалың куртка киіп шығып. Бірақ кешке может салқын болған шығар. Обычно тауда суық ғой. Прикольно ше, мен 3 рет ба 4 рет тұрдым серфингтің доскасына. Біреу болды прям. Короче, бастадым и до конца неге дейін. Пляждың почти несіне дейін бардым да. Короче, не айтып жатыр десеңдер, жақында қайда оқитындар? Балиде. Бали, Сингапур, Малайзия осы 3 елге барып, өздерді қыдырып, еще туристерге жол ашып жатыр. Қалай айтады? Ұрандарың бар ма сендердің? Иә, әлем сенің ұяң. Ұя трип деген турагентствомыз бар. Келіңіздер. Сұлтанның атынан 5000 теңге скидка деп. Менің атымда скидка екен. Қанша 5000 ба? 5000 Все теңге. болды онда Сұлтаннан деп жазсаңдар 5000 теңге скидка. Так что ссылкасында. Қандай нелер болады? Қандай развлекаловкалар болады? Жоқ, потом лавина деген дельфиндермен плаваниеге. Кәдімгі моренің үстінде дельфиндер жүзіп жүретін жерге барамыз. Таныстырып таныстырайын ба? Қазір танысамыз. Отырған кезде танысамыз. Танысады ма не өзі? Қазір бәрін танысамыз. Видео түсіре берсем, қасымнан түсіре kada айтамын. Қасымыз бәрі блогер, анам бәрі блогер отқан. Қызыл анау. Неден бастап? Еще баға қойдым кеше ше. 5-ші апта. Маған қанша қойдың? Саған да мен біз қыда бератсың ба не? Жоқ, елдосы келесі жыл беремін. 4-ші курстаға дедің, иә? 5-ші. Жақсы. Өткенде кіріп қалды дейбіз заменмен ше. Когда жан досың ағайыңды, біздің группамыз бар дейбі. Не үшін кіріп қалды? Замен бар ғой, күртішмен olmadı. Жалан неловко болды, түсің кезде қарап саған қарап күліп қоямын ба деп. Мына жер бұлақтың суы екен. Ағын жай екен, ә? Андай сет дайындап қойыпты. Булочка, сэндвич и, скорее всего, чай болады қазір. Керемет. Түсіргесім қасым естірсің ба? Сәлем достар. Сайрам өнімдеміз біз бүгін. Сіздер барлықтарыңыз кітап клубтан басынан барсыздар ғой, Иә. Мен басынан емес. Бір жарым жылдай болды мен. Асқарды көрдің ба? Олардың бізден күштісігі, негізі бізде сондай біз дейді да. Олардың біз ниетінің күштілігі дейді да. И біздің мұсылман болып отырғанымыз солардың орындалған ниеті дейді да. И любой жерде мысалы басқа клубтармен бір нәрсемен жарысатын болсақ, біздің ниетімізге ешқандай Ниетпен жарысамыз. ниетпен жарысатын Иә, жақсы. Сет дополнение болды, бұл қосылды. Айған барлықтарыңызға сәлем. Есімім Айған, жасым Димат. Көбінесе мұғалімдер екенін көбісі. Барлықтарыңызға саламатсыздар ма? Менің есімім Сұлтан. Мұхтар Әуезов университетінде оқытушымын. Және де кішігірім өзім ютубта блогым бар, блогым жүргіземін, сондықтан кішігірім сіздерді бүгін видеосы болды. Қаншалықтан бері жүргізесіз? Активно жүргізе бастадым осы айдың көктемінен. Личный влог. Мен есім Елдос болады, мамандығым архитектура тоже. Бірақ мамандығыма қатты жоқ жұмыстар жасаймын. Турагентствомен айналысып жүргеніме 2,5 жылдай болды. Осы уақытқа шейін 750 плюс туристті өзім сопровождать еткем. Шетелде болған саяхаттаған жақсы көремін, тіл үйренген жақсы көремін және кітап оқуды қойып кеттім, қазір ораз жасап жүрмін кітапқа да ше. Мен есімім Мерей. Жаңа адамдарды шынымен көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бұйырса осы жерден тоқтап қалмай, талқылауларға әсіресе. Талқылауларға келіңіздер, міндетті кітапты оқыңыздар. Өйткені бізде осындай тауға шығады, бейресми жанрда адам көп келеді, талқылауларға өкінішке орай адам азырақ. Кітап оқып талқылаулардан қалмаңыздар. Мен жасым 22-де, мамандығым ағылшын тілі мұғалімі. Қазір мамандығым бойынша мектепте емес, курста жұмыс жасаймын. Елдос қанағаттандырмағыттарыңыздан. Азат қанағаттандырмағыттарыңыздан. Мен қанағаттанғандықтан.
Әлбек Найке ма? Кітап оқығанды ұнататын Перизат бар, демалғанды ұнататын Санал ханым бар, ән айтқан, саяхаттағанды ұнататын Ару мен, ән оқығанды ұнататын Ару бар, және де Мадина не істейтін сен? Жаңа адамдармен танысқанды ұнататын Мадина бар, кофені ұнататын мен де ұнатам. Кстати, Гүлнұр ханым бар, қанағаттандырылған Елдос пен қанағаттандырылмаған Азат бар, және де қанағаттанған қол қанағаттанған Әлібек бар. Видео түсірілгенді ұнататын мен бар. Сұлтан бар. Не болып бәрі қанағаттанбай тұр. Сәл серуендеп шыққанық, сөйтсек өткенде түнеген жерімізге жақын жерде жүреміз. Маған общий парковка, машинаның бәрі осы жерден тоқтайды. Но ары қарай машинасы бөлім нормально бар, былай бара алады. Сөйтіп ары қарай осыдан 800 метрдей жерде ма. Кстати, сол видеоны көрмеген болсаңдар, көріңдер обязательно. Немістер бәлеқор болады ғой, типа біз үшін ше ол негізі ол пунктуальность қой бәрі. Қасындағы партнеріңмен қанша жақсы аралассаң да, сені басшылыққа не істеп жүргенін айтып береді. Туалетті видеоға көрсеткен үшін айып етпеңдер, бірақ мен туалетті көріп тұрсыңдар ма? Қараңдар қандай видпен отырып өз істеріңді істейсің. Зор, осылай серуендеп жүрсең рахат ше. Үйіңнің аулаңда болса осындай. Өткен видеода айтқан ем. Балдар бәрін мусорлап тастайды деген еді. Зор вид болып тұр. Айта алмаймын. Рахат. Үйдің айналасында осындай болса, күннің азанда тұрып, соның айналасында жүретін сияқты ғой. Өткенде мына жерде түнеген едік. Бір кеңес айтарым, егер палатпен түнейтін болсаңдар, судың жанына мүлдем түнеудің қажеті жоқ. Біріншіден өте шу, құлағың ауырып кетеді, бір-біріңе бақыр сөйлейсің. Екіншіден, жалпы мына жердің бәрі ылғалды болып өткен видеоны көрсеңдер, палаткамыз сырт жауын жауған секілді су болып тұрған еді. Бір ерекше тал көріп қалдық, точнее талдар жұп болып тұрғандар. Біреуі сары түсті болып тұр уже, біреуі қызыл болып тұр. Екеуі бір-бірін тиіп тұр, как будто бір қосқашық секілді. Мына еще Мадиналардың турын алсаңыздар, мен сіздерге сурет түсіріп береді. Я? Бари дейді, что, мобилов покеттің ба? Локацияда түсіп жатырмыз да, короче, именно түріктерді көп кетіп қалды сол кезде сөйтіп. Өзіміз әдемілеп түсіріп жатырмыз, біреу сосын барып түсіп жүресіз ба деп бір пара келді. Ол кеткен жаңа очередьте тұрғандар келді. Примерно бір 4 адамды қимат түсіп берген тұрмыз. Ақша істемедің ба? Істеу керек береді. Шашлык басталып жатыр. Түсіп жатқан кезде келіп қалдың ба? Жаман нәрселер көрсетеміз деші. Жаман емес, не ғой? Министр көрсетеміз достар. Зор қып шашлык жеп алдық. Енді расширяем границы. Бағана бабаларың қараның тұсына қарай барған екен. Сол жаққа қарай кетіп бара жатырық. Вроде кішігірім влоговый видео болу керек еді, бірақ обзор болып кетті ма? Яқып шығып жатсың енді. Жайлап отырмыз біз. Кішкентай жылан екен ғой? Дым көрмейді. Несінен көп та? Мынандай жиналғандарды басынан ұстап қорқытып қуай деп Елдос кетті. Асқар шаршап отыр. шаршатқан жоқпын, демалып кайфовать етіп отырмын. Онда мен де демалып кайфовать етіп отырмын. Табиғатпен үйлесімді болып тұрсың ғой киімің. Ертелі кеште мен өшсем де өшпе асылым. Шыңына шықтық. Жерден пропастьна жер. Қазір кезекте суретке түсіп жатырық. Тек жүт төбеге қарай шығып көрейінші деп алдым. Мына тастар қалай пайда болған? Осын кім түсіндіріп бере алады? Ұстайтын жер табасын. Камераны бері қаратасын да. Аяқ сығым.
бара жатады. Камерамен қиын екен шама. Резко шығып кету керек. Хоп. Хоп. Мен төбесіне шықтым. Вид мындай. Яғындай. Жаңағы балалар отқан жер ана жер. Жаңа бір жігіт атқа төбеге қарай кетті. Бұл жағына ол жерде келіп жатқан жауын сәл қорқыныштылау көрінеді. Жауын болған адамды көріп тұрсыңдар ма? Қазір мына жер жандарды су қыламын деп тұр ғой. Сондықтан жайлап артқа қайтайық деп шештік. Мына жерде су өтмес түсіп. Бірақ күшті болды. Маған ұнады. Жауын астында оны ойнайын деп отыр. Асқар өзінің бокалын алып алған. Жібермейді ешкімге. Қазір қия салмын? Иә. Мына газ нашар газ ғой мынау. Жауын мынандай неге қаштық. Мынандай сатып жатыр. Оны ойнайын деп отыр. Осы фотоны істеуге зор келіп тұр ма? Битси, Аружан кейін мына жерге жатсаң сен. Мен жатайыншы. Қанды саған берем ба? Біздің науқанат берем ба? Бірақ бастаймыз. Харам нәрсе адамдар денесін істейді оны. Котировка. Көп супергеройларда болады арқасында. Плащ. Дөрекі адам емес, қарама қарсысы. Спайы. Көп адам қалам қолданады және Ручка. орысшасы. Ручка. Не? Карандаш. Ай, бізде емес ол. Вирус және тағы не бар? Бактерия. Жүріп кете берсін. Менде замок, бірақ замоктан тағы да нені нәрсе болады? Орысша? Пуговица. Кнопка. Уақыт. Болды бітті. Машина ішінде тұрады ғой, оталарыңыз бірді тұрды. Мотор? Бүйтіп екі өткен естейміз? Біз барамыз бірден сатамыз сол не сол магазин. Біз бүйтіп қараймыз сол не? Лаборатория. Микроскопта. Мен қазір ойым кірді бірінші тым қатар сол не? Лампочка. Идея. Бірінші топқа призда отып қалдық. Үшінші топ призда алатыр. Последний болған жоқ. Иә. Мен де сыйлықсыз қалмадым активность үшін. Маски алдым. Я еліне алып